Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Бүгін мерекелік үстелге 4 түрлі салаттың рецептімен бөлісемін. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыз. Ең ерекше, дастарханның көркін келтіретін, отбасымызбен сүйіп жейтін ең дәмді салаттың түрімен бөлісемін. Қолжетімді ингредиенттерден әрі әзірленуі расымен өте жеңіл. Сіздің және отбасыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Қараңыздаршы, мерекелік үстелдің көркін ашады. Әрі қарапайым өнімдерден болғандықтан бір-бірімен өте жақсы үйлеседі. Салаттың бетіндегі сухариктерді қолдан әзірлейміз. Ол үшін алдын ала сарымсақтан майымызды әзірлеп алуымыз қажет. Бір түйір сарымсақты ұсақ үкіштен өткізіп аламыз. Дәміне қарай тұз, ысталған паприка және бұрышты қосамыз. Соңында 2 ас қасық өсімдік майын қосып жақсылап араластырамыз. Сарымсақ пен дәмдеуіштеріміз майға сіңгенше бір шетке қойып қоюымыз қажет. Кез келген өзіңіз сүйіп жейтін 200 грамм ірімшікті алып, бір келкі үлкен емес текшелерге кесеміз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Кез келген ақ наннан батондар, сүттен нан немесе тостқа арналған нанды бір келкі текшелерге кесеміз. Наныңыздың көлеміне қарай 4 пен 6 тілімге дейін кесіп ала беріңіз. Және сухариктердің бір келкі түс болу үшін шет-шеттерін алып тастадым. Бір-екі ас қасық көкнарды хош иісті қытырлақ болғанша құрғақ табада қуырып кептіріп аламыз. Шамамен 3-5 минутыңыз кетер. Көкнардың дәмін көруге кеңес беремін. Қытырлап тұрса, пештен ала берсеңіз болады. Келесі қызып тұрған табаға елеуішті қойып, үстінен сарымсақтан майымызды құйып сүзіп аламыз. Майымыз қызғаннан кейін нанды саламыз. Сарғыш әдемі түске боялып, қытырлағанша қуыруымыз қажет. Әрине дайын сухариктерді сатып алуға да болады, бірақ қолдан қуырғаныңыз әлде қайда тәтті болып шығады. Сондықтан ерінбей өздеріңіз әзірлеуге кеңес беремін. Біздің қытырлаған сухариктеріміз дайын болды. Піскен 5 дана орташа жұмыртқаны да текшелерге кесеміз.
450 грамм тауық еті қажет. Сіздер тек қайнатылған тауық етімен немесе ысталған тауықпен істесеңіздер болады. Мен екеуін де қолдандым. Тауықты да біркелкі етіп текшелерге кесеміз. Достар, каналымда әртүрлі пайдалы әрі дәмді рецепттер таба аласыздар. Сондықтан каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Төрт дана қызанақты да текшелерге кесеміз. Шамамен 400 грамм. Ыңғайлы әрі әдемі тәрелкемізді алып, үстінен пісіруге арналған табақтың шетін қойып, салатты жинай бастаймыз. Бірақ ескерту, табаның астыңғы жағы тұратын жағынан емес, керісінше қоямыз. Формамның диаметрі 24 см. Ең астына тауықты біркелкі етіп жаямыз. Келесі майонезді жағамыз. Әрине, қолдан жасасаңыз пайдалырақ болады. Келесі жұмыртқаны саламыз. Дәміне қарай тұздап, бұрыш себеміз. Майонезді жағамыз. Қызанақты вилкамен салуға кеңес беремін. Өйткені салатқа артық суы қажет емес. Міне осы қызанақтан шыққан суы қажет емес. Майонез. Ірімшікті саламыз. Қайтадан майонезді жағып шығамыз. Ең соңында сухариктерді саламыз. Әрине, оның жібіп кетпеуі үшін дастарханға қояр алдында салған дұрыс. Бұл салатты бұндай формада жасау міндетті емес. Бәрін бір тәрелкеге салып, араластырып майонезбен, соңында ғана сухариктермен әсемдесеңіз болады. Жан-жақтарын кішкене лопаткамен қырып, форманы ақырын төбеге қарай тартып шешіп аламыз. Ал ең соңында көкнәрмен бетін, жан-жақтарын әсемдеп сеуіп шығуымыз қажет.
Міне біздің дастарханымыздың сәнін келтіретін, мерекелік үстелде ерекше көрініп тұратын, шырынды әрі өте дәмді салатымыз дайын болды. Осындай қарапайым өнімдерден әрі бір-бірімен өте жақсы үйлесетін салатты әзірлеп көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Түрі де дәмі де ерекше, бірақ өте дәмді, шырша бүршігі немесе еловая шишка деп аталатын салаттың рецептімен бөлісемін. Қонақтарыңыз келгенде, әсіресе жаңа жылдық үстелге өте ерекше болып көрінетін салат. Толық ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. 6 үлкен шампиньондарды үлкен емес бөліктерге тураймыз. Бір дана пиязды майдалап тураймыз. Жетпіс грамм қара өрікті ұзын жолақтарға кесеміз. Тұзды суда піскен 200 грамм сиыр етін де ұзын жолақтарға кесеміз. Енді пияз бен шампиньондарымызды қуырып алуымыз қажет. Қолыңызда бар майды құйып қыздырамыз. Пиязды салып, кішкене қызарғанша қуырып алуымыз қажет. Үстінен шампиньонды салып, сұйықтығы буланып, жоқ болғанша қуырамыз. Шамамен 10-15 минуттай уақыт кетеді. Міндетті түрде дәміне қарай тұзды қосуды ұмытып кетпеңіздер. «90 немесе 100 грамм ірімшікті майда үккіштен өткізіп аламыз. 2 дана қайнаған жұмыртқаны да сол майда үккіштен өткіземіз. Енді салатты жинайтын уақыт келді. Дөңгелек немесе сопақша тәрелкені алып, конус немесе сопақша көлемге келтіріп, ең астына етті біркелкі етіп жайып шығамыз. Әр қабатын майонезбен жағып шығамыз. Жағылуы кішкене қиындау болғандықтан майонезді молырақ жаққаныңыз дұрыс. Келесі қуырылған шампиньондар мен пиязды саламыз. Әрине қолмен ғана емес, сонымен қатар қасықпен де біркелкі етіп жайып шықсаңыз болады. Тағы да майонез. Ұмытпаңыздар, әр қабатын майонезбен жағып отырамыз. Кептірілген қара өрікті жайып шығамыз.
Келесі жұмыртқа. Ең соңында ірімшікті жайып, майонезбен жағып шығамыз. Тәрелкенің жан-жағын сүртіп шығуымыз қажет. Қуырылған бадаммен видеодағыдай әсемдеп шығамыз. Кез келген шөппен ең үстіңгі жағын безендіреміз. Міне біздің түрі де, дәмі де ерекше, өте дәмді салатымыз дайын болды. Қонақтарыңыз таң қалатын және дастарханыңыздың көркін ашатын салатты міндетті түрде әзірлеп көріңіз. Дәмді, әрі әзірленуі оңай және дастарханда ерекше көрінетін салаттың түрін көрсетемін. Қарапайым ингредиенттерден тұрады. Алдын ала тек картоп пен жұмыртқаны ғана қайнатып дайындап алуымыз қажет. Толық ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. Ең алдымен 400 грамм ысталған тауық етін терісінен арылтып аламыз. Ысталған болмаса, қайнатылған тауық етін қолдана берсеңіз де болады. Тазартып алғаннан кейін үлкен емес текшелерге кесеміз. Бір байлам жасыл пиязды видеодағыдай қатты майдаламай тураймыз. Пісіретін табанның шеңберімен салаттың пішінін келтіреміз. Менде форманың диаметрі 21 см. Және міндетті түрде форманы төңкеріп салатты жинаймыз. Ең алдымен 350 грамм қайнатылған картопты үлкен үкіштен өткіземіз. Шанышқымен біркелкі етіп жайып, кішкене үстінен басып шығуымыз қажет.
Үстінен міндетті түрде дәміне қарай тұз бен бұрышты себеміз. Келесі қабаты майонез. Егер уақытыңыз болса, майонезді қолдан жасауға кеңес беремін. Ысталған тауығымызды саламыз. Майонез, бес дана жұмыртқаның сарысын майда үккіштен өткіземіз. Майонез, жасыл пияз, майонез, жүз елу грамм өңделген ірімшікті майда үккіштен өткіземіз. Үккіштен оңай өтуі үшін алдын ала жарты сағатқа мұздатқышқа салып алуымыз қажет. Әр қабатын көріп тұрғандарыңыздай майонезбен жағамыз. Ең соңғы қабатында 5 дана ақуызды да майда үккіштен өткіземіз. Бір келкі етіп жайып, әр қабатын сіңгенше жарты немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқыштан алып шығып, шеңберді бірнеше рет айналдыруымыз қажет. Содан кейін барып, ақырын үстіне қарай көтеріп шешеміз. Міне біздің ерекше дәмді, нәзік, әрбір мерекелік дастарханның сәнін келтіретін салатымыз дайын болды. Бұл отбасым сүйіп жейтін салаттардың бір түрі. Дәмінен басқа көріп тұрғандарыңыздай әрбір қабаты көз жанарын қызықтырады. Астарыңыз дәмді болсын.
егер шұжық немесе дайын ысталған тауық еті болса, ешқандай өнімді алдын ала қайнатып та керек емес. 350 грамм тауық төсіне тұз қосып, 25-30 минут қайнатамыз. Бірақ сіз ысталған тауық етімен немесе шұжықпен алмастырсаңыз болады. Бір дана үлкен пиязды ортасынан және әр бөлігін тағы да 2 бөлікке бөліп, жұқалап турап шығамыз. Достар, каналымның дамуына қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Пиязды шұңғыл ыдысқа салып маринадтаймыз. Ол үшін 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұз және 2 шай қасық кез келген 4 немесе 6% сірке суын қосып жақсылап араластырамыз. Басқа ингредиенттерді дайындағанша, осылай пияздың ашылығын кетіріп, маринадтауға қойып қоямыз. Келесі жұмыртқадан құймақ жасаймыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқа, тұз және 3 ас қасық сүт қажет. Табаға кішкене май құйып, қыздырып, үстіне жұмыртқамызды құямыз. Орта отта қақпағын жауып, 4-5 минуттай пісіреміз. Беті қатып, түсін өзгерткеннен кейін келесі бетіне айналдырамыз. Осы кезде пештің астын сөндіре салсаңыз болады. 3 дана қиярды видеодағыдай бөліп, жолақтарға кесеміз. Келесі 350 грамм қайнатылған және ысталған тауық етімен немесе тіл шұжықтармен алмастырсаңыз болады. Етті де видеода да жолақ тәрізді тураймыз. Жұмыртқадан оңай құймағымыз дайын болды. Бұны да біркелкі етіп видеода да тураймыз. Екі 200 грамм ірімшікті үлкен үккіштен өткіземіз.
Келесі 5 ас қасық 25% қаймаққа бұрыш, дәміне қарай тұз, 1 шай қасық дижон қышасын және 1-2 шай қасық ащы қышаны қосып жақсылап араластырамыз. Әрине, бұл заправканың орнына майонезді қолдансаңыз да болады. Салатты шұңғыл ыдыста жинаймыз. Қияр, тауық етін, пиязды қолмен сығып, артық суынан арылтып саламыз. Bir банка консервіленген бұршақ. Келесі туралған құймақты саламыз. Ірімшік, кішкене бөлігін үстінен әсемдеуге қалдырып қоямыз. Ең соңында заправкамызды құйып, жақсылап араластырып шығуымыз қажет. Ерекше дәмімен, оңай әзірленуімен және қолжетімді өнімдерімен таң қалдыратын салатымыз дайын болды. Тәрелкеге осындай дөңгелек пішін болса, ортасына салатты салып, дастарханға қойсаңыз болады. Әрине, өз қалауыңыз бойынша салатты қабат-қабат ретінде де жинап, немесе шұңғыл ыдысқа салып ұсынсаңыз да болады. Үстін қалған ірімшікпен шөптермен әсемдейміз. Осындай дәмді әрі ерекше салатты әзірлеуге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындасаңыз үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, басқа да видеолармен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.